Why? Need a freak map wide. Need a freak map wide. Need a freak map wide. Why? Why? Сәлем достар, қалайсыздар? Қазір сағат 3 болып қалды. Мен қазір базардамын. Қазір мен папаны күтіп отырмын. Мен бөлек кеткен болатын, папа бөлек кеткен болатын. Машинада жолғамыз дейміз, машинада енді мен күтіп тұрмын. Үйге келдім. Енді үйге барып, киімімді ауыстырып келем. Вообще күн деген ыстық, жарық болып кетті, жарық. Что такое? Былай екен. Сөйтіп енді қазір шешініп, қайтадан киініп, магазинге тұрып, ағылшын тілімді оқып, сөйтіп бітірем, в общем. Бүгінгі күннің планы сондай. Так, неқтің сөйтін үшіре салайын, ажақтың сөйтін жағым. Сосын бүгін сіздерге мен қандай заттар алғанымды көрсететін болам. Күтіңіздер. Менің бүгінгі образым осындай кофта. Мындай қысқа. Негізі белден келетін кофта деп атайды. Негізі бел осы жерде. Көбісі негізі белді мына жерде деп ойлайды. Негізі бел осы жерде болып саналады. Осы белден келетін кофта и осындай қоңыр шалбар. Вот такой. Еще шашымды мен өріп, просто өріп шыға салған болатын. Нормально, кажется. Сонда, енді қазір менің өзім бөлмемде. Қазір мен үстіме вот осындай кофта Париждің суреті қара шалбар кие салдым, просто үшін. Мә шаршап кеттім, еще күн ыстық, жаман ыстық. Үй кішкене салқындау, но дала қайнап, бір баня болып тұр. Менің аяқ киімім осында. Хорошо, какие вкусы. Бізде магазинге баратырмын. Қазір мен ағылшын сабағымды оқып біттім. Мен 38-ші сабақта жүрмін. Қазір мен стаканыма су құйып алдым. Просто ерге видео түсірдім. Қазір сағат 12 болып қалды. Мен сіздерге бүгін алған заттарымды көрсетейін. Бүгін ешқандай көрсетпедім. Соны қазір көрсететін боламын. Мінекей осындай пакетте тұрған менде қазір мындай кисточка. Бұл менің қасымның сыртына тоналный кремді жағуға арналған ретінде алдым осындай түрін. Және де мынау қастың формасын салғанға және де тарайтын осындай бір кисточкада тұратын алдым. Және де көзімді бояйтын тенмен осындай кисточка алдым. Және де мынадай пакетте менде маска алдым. 13 штугын қазір әр түрлетін көрсететін болам. Және де мынадай вандамка дейді ғой деймін атын. Осындай алдым вандамка, розовый түсті. Менде қарасы бар етін. Мынаны розовый түсті видеолар түсіргенге немесе басқада не болған кезде осындай розовый тағатын болам. Қараны үйде өзім қолданып, және де мындай розовый бомбочка алдым. Ponder Buff дейді, осындай алдым. Және де BB крем, тоналный крем алдым. Негізі осы тоналный крем алған кезде көбінесе ол BB болу керек, немесе ол CC болу керек. Қазір мен ашып алайын, көрем. Мінекей мынандай ашық түсті екен. Маған негізі осындай түс керек болатын. Күшті, маған ұнады. Бұл кейін негізі BB крем өзі негізі сіңгеннен кейін өзінің оттенегін береді.
және де менде мінекей 10 түрлі маска, 10 түрлі дегенде мынау төртеу осындай бірдей түсті. 5 түрлі, 4 түрлі екен. 1, 2, 3, 4 түрлі, 10 түрлі де қойып, 10 штук нәрде. Так, мынау кивидікі. Осындай. Мынау так. Deep-sea seaweed water. Өзен суының несі екен. Тоже екеу-екеуден алдым әрқайсысын. Мынау коллаген. Так, коллаген, beauty. Еще. Мен түсінбедім. Аудару керекпін. Осындай 2 тұр. Мынадай гүлдікі. Көріп тұрғандарыңыздай. Роза Fashion Mask деп тұр. Розаныкі. Тоже мынау кивидікі. Әрқайсысы мынадан 4-теу, мынадан 2, мынадан 2, мынадан 2. Қазір мен бетіме маска жасап алдым. Қазір мен жуынатын бөлмедемін. Мынау артта тұрған фондарға мән бермей қойыңыздар. Қазір менде қара вандамка. Мен розы вандамканы ертең, может, киемін, точно білмеймін, маска жасаған кезде кием. Ал жуынатын кезде осы қара масканы тағамын, себебі жуылған кезде все равно су тиеді. Ал розыға тез кіріп алады, еще су тиіп біртүрлі болып қалуы мүмкін. Сол себепті оған онша бүйтіп қатты тиісе бермеймін. Сондай қазір бетімде менде қандай маска десеңіздер, просто зубная паста. Бетіңізді жуғаннан кейін зубная пастаны құрғақта еш нәрсе жақпайды. Сығылған күйінде бетіңізге жағасыз. Бұл неге пайдалы? Бұл зубная паста бетіңізде егер безеулер болса, соны кішірейтеді және де оны кетіреді. Соған байланысты бір аптада бір рет бетіңізге осы зубная пастадан маска жасасаңыз күшті болады. Егер бетіңізде безеу болса, егер безеу болмаса, онда не надо, керек жоқ, себебі бұл бетті құрғатады. Сол себепті, если бетіңіз құрғатқыңыз келмесе, онда жоқ болса, безеу жоқ болса, онда жақпай қойыңыз. Мен бетімді жуып тастадым. Сіздерге айта кететін жағдай, егер сіз зубная пастамен маска жасасаңыз, оны міндетті түрде 15 минуттан кейін жылы сумен жуып тастауыңыз керек. Себебі, егер сіз салқын сумен немесе мұздай сумен жуатын болсаңыз, сіздің бетіңіз ашиды. Ол мұздай суға бетіңізді ашытады. Сол себепті міндетті түрде жылы су болу керек, ыстық та болмау керек. Нормально жылы су болу керек. Сумен жусаңыздар, онда бетіңіз ешқандай ашымайды. Сосын жуып біткеннен кейін осылай кішкене қатты су кетпейтіндей бетіңізді только сүргімен бүйтіп сүртіп шықсаңыз жетеді. Сосын крем жағып ұйықтасаңыз болады. Мен кішкене кептіріп тұрам бетімді. Одан кейін барып крем жағам. Мен мына бетіме көбінесе кремді мына шеттерге көп жағам. Себебі осы жерлер зубная пастадан кейін кішкене құрақтау болып кетеді. Сол себепті осы жерлерге жағып қоямын. Сонда ертең менің бетім құрғақ болып тұрмайды. Сосын менде крем Орифлеймдікі Лусия деген осындай. Бірінші бетімді уқалап алам, әбден көбірек жалғаннан кейін.
сосын мына иектеріме қарай кетем. Креммен кішкене массаж жасайын. Сосын қалған осылай қолымды қалаймын да мойныма жағып, мойныма массаж жасап тастаймын. Сосын қалғанын қолыма осылай жаға саламын. Все. Қайырлы түн.